Біз мына үйді жасау барысында оның толыққанды үшті моделін жасап шықтық. Мынақа жарық көлеңке бердік, материал бердік. Соңында бізде осындай нәтиже шықты. Менің ойымша бұл біздің нәтижеміз толыққанды біткен деп айта алмаймын, себебі бұл жерде жетіспей тұрған заттар бар. Біріншісі, бізде жарық әлі толыққанды шынайылықты беріп тұрған жоқ. Одан кейін шөптеріміз де сол жарықтың себебінен шынайы әдемі болып шығып тұрған жоқ. Одан кейін мына тұрған шөптер, мына шөптермен үйлесіп тұрған жоқ, қатты қара болып тұр. Осылардың барлығын біз әдемілесек болады тағы да. Ол үшін бізде жарықпен жұмыс жасау керек. Бірінші кезекте рендерингқа кірейік, және мына жерде рендер сетапты басамыз. Осының ішінде бізде scene деген вкладкаға кіреміз, және мына жерден scene environment деп тұр. Бізде ұшты макстың настройкасымен тұр. Бізге single map дегенді басу керек. Және енді мына жерден рендер жасайтын болсақ, start APR дейін. Аспан аппақ болып кетті, себебі біз 3D Max настройкасы емес, арнайы өзіміз қолдан настройка жасайын деп жатырмыз. Енді M-ді басайық. Және мына жерден корона битмапты аламыз да, мына жерге лақтырамыз. Так. Мына кішкене тартайын. Мынаны алып, былай қарай лақтырайық. Инстанс деймін, қайтадан жарық берілетін болады. Және тым жарық болып кеткен сияқты. Біз корона битмапты алайық, мынаның офсеттерін қайтадан нөлге қойайық. Қайтадан ағаштар орнына келді. Енді Direct Visibility Override дегенді алып, екінші материал жасасақ болады. Және мынаны алып тастайық. Мына былай қарай қойайық. Және былай лақтырайық. Егер де бұл зат не ол деген сөз? Бұл зат, яғни біздің жарығымыз мына HDRI-дан қуат алады да, ал артындағы тұрған фонын біз басқа суретпен алмастыра аламыз, кез келген. Бұл сурет фондағы мына жаққа жарыққа әсер етпейді. Сондықтан егер сізге мына ағаштар артындағы керек болмайтын болса, мына жерден енді өзгерістер бере аласыз. Мысалы, мынаны жарығын көбейтуге болады. Exposure'ды алып, былайынан. Ол біздің сахнамызға әсер етпейді. Және яқта оның параметрлерін өзгертсеңіз болады. Offset'ін. Былайынан. Өстіп кішкене өзгертуге болады. Бұл бізге ешқандай сахнамызға әсер ете қоймайды. Өстіп өзіміз келтірсек болады. Кішкене аспанның көрініп тұрған дұрыс бәрібірде. Енді бізге сахнаға күннің жарығын беру керек. Ол үшін яқтан арнайы коронаның жарығына кірейік. Корона санды басайық. Мына жерден күннің жарығын жасайық. Оның күшін 0,01-ге қойсақ жеткілікті. Күн бізге шынайы жылулық береді сахнамызға. Стопқа қоя тұрайын. Мына жерден күнді алысқа қойайық, жоғарыға кетіп тұрсын.
қойып. Және былай көріністі көрсек болады. Енді камерамызды кішкене дұрыстайық. Меніңше кішкене былайынан көтеріп қойған дұрыс сияқты. Алға қарай жақындатайық. Осылай әдемірек көрінеді менің ойымша. Және біз камераның фокусын бере аламыз. Камераны алайық. Біз настройкасынан depth of field'ты қоса аламыз. Override focus дейік. Және мына жақтан нәтижесін қарайық. Start APR. Фокусын 100-ге қойық. Шамалы тағы алыстатайын. Бізге мына үй қалу керек та, қалған жақтары бұлдырап тұру керек. Мұнда тұра берсін онда. Егер де дұрыс шықпай жатса, бұл жақтан object дегенді алу керек. Және қай затқа фокус қою керек, соны берсек болады. Мына жерден object алайық. Мына үйді аламын. Алынбай қалды, қайтадан басайын. Мына үйді аламын, сол кезде фокус бізде дұрысталады. Ары қарай рендерингке кірейік. Render setup. Осы жақтан камераға кірейік. Depth of field'ты қосайық, және мына жақтан настройкасын бере аламыз. Бұл бізде 36-та қала берсін. Так, енді қалғаны бізден шөптердің түстерін өзгерту. М-ді басамыз. Мына жерге пипетканы алайын. Мына тұрған шөптерді алайын. Екі шөпті алайын. Мына жерге maps дейін. Corona, color correct. Шөптерін біз hide unused slots'ты басам. Base color дейін. Енді шөптердің ағартуымыз керек. Қатты ағарып жүрген сияқты, шамалы ағартсақ жеткілікті.
мына тұрған шөптердікінде қарап көрейік. Енді шамалы ағартуымыз керек. Енді рендер жасап көрейік. Рендер жасамастан бұрын біз Lightmix'ті қоссақ болады. Рендерге кірейік, рендер сетап. Және синға кірейік, сетап Lightmix, Generate. Ары қарай рендерді басамыз. Күтеміз. Енді мына жерден біз жарығымызды өзгерте аламыз. Сонымен ақтық рендерімізді жасап көрейік. Енді ана жақта тон маппингға кіріп, кішкене настройкаларын келтірсек болады, өзімізге ыңғайлы қылып. Және рендерді аяқтап, ары қарай денойзингті жүргіземіз. Соңғы суретіміз дайын болды. Мына жақта денойз жасалды. Денойзингті алып тастасақ, мындай шумдар пайда болады. Егер бірге қоятын болсақ, барлық шумдар кетіп қалады. Ары қарай осы суретті сақтап, жұмысымызға пайдалансақ болады, заказчикке берсек болады. Бұны ары қарай размерін үлкейтіп, бізде қазір HD-да тұр. Біз оны 4K-ға шейін рендер жасай аламыз. Настройкасына кірейік, мына жақтан 4K-ға шейін рендер жасап шықсақ болады. Сіздерді жақсы нәтижемен құттықтаймын.